Бүгін сіздерге осы доптың тігілу әдісін көрсететін боламын. Саламатсыздар ма, каналыма қош келдіңіздер. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Лекалы дайындап аласыздар. 5 бұрыш, сосын 6 бұрыштық. Бұрыштары, барлығының бұрыштары 5 сантиметр болу керек. Бұлай 5 сантиметр, бұлай барлығы сантиметрлері бірдей болу, 5 сантиметр болу керек. Ол бізге не үшін керек? Айқастырып тіккен кезде барлығы бірдей болу керек. Ол үшін мен сіздерге мынандай эскизін сызып алдым, сызып қойдым. Осыны скриншоттап өздеріңізге көшіріп алуларыңызға болады. Осыған қарап лекал дайындап аласыздар. 2 түс таңдадым. Біреуі қою көк цвет, сосын біреуі ақ түсті, айбари түсті мата таңдадым. 5 бұрыштыдан бізге 12 дана керек, 6 бұрыштыдан бізге 20 дана керек. Ақты ортасына қоясыздар. Шеттеріне, көкті шетіне барлық жеріне бетіп қойып шығасыздар. Бұл жерде түгінің жатуы маңызды емес, түгі төмен қарау керек, жоғары қарау керек деген жоқ. Қалай болса солай сала бересіздер. Осылай 5-еуін қойып аласыздар. 5 бұрышына 5-еуін қойып аласыздар. Мына жерден мына 5 бұрышын тігіп аламыз. Ол үшін мына шетіне дейін алып келмейсіздер. Мына бұрыштан мына бұрышқа дейін ғана тігесіздер. 1-2 лапканың бойымен қалдырасыздар шеттерін. Барлық жерді тігісті солай тігесіздер. Қазір көрсетейін. Мына арадан мына жерден мына жерге дейін ғана тігесіздер. Мына 2 шеті тігілмей қалады. Мына шеті ашық қалады. Мынандай қып тіктік. Мына бұрыштарын үстіне мынандай қып тігесіздер мінекейіңіз. Мына бұрышқа ғана кеп тұрады, мына бұрышқа ғана кеп тұрады. Бейтіп мына жаппай тікпейсіздер. Мына жерде келесі мінекей. Мынандай болып тұрды. Мына ортасына 2 шетін тіктік. Енді мына арасын былай тігеміз. Мынаны былай алып кетесіздер. Онда да дәл сол тәсілмен тігесіздер. Мына бұрышынан тігесіздер. Мінекей. Мына жерге дейін ғана тігесіздер. Былай тігіп алып кетесіздер. Бұл жерде де барлық жерде айқасқан кезде шетіне апармайсыздар, шетіне үйсіп айқасып тұру керек. Шетіне апарсаңыздар, ол кезде уже доптарыңыз дұрыс шықпайды. Қисық-мисық болып кетеді. Сосын тағы да бір ескертіп кетейін. Негізі 2 рет тігіп өткен дұрыс. Былай бір тігіп өткен дұрыс. Өйткені бұл бала ойнайды, бұл допты жууға да болады. Тез сөгіліп кетпес үшін 2 рет тігіп отыру керек. Сосын артық жіп, қаншетқамен әр тіккен сайын бүйтіп алып отырасыздар. Артық жіп қалмаған қадағалайсыздар. Просто әдемі болып тұрады. Енді мына жерін былай тігіп өтеміз. Мына діп түзу бұрыштарын аласыздар да, мына шетінен дейін тігесіздер. Мынандай болып тігілді. Көрдіңіздер ме? Бұрыштары әдемі тігілді. Мінекей, мынандай қып бұрыштары осылай болады. Мына бұрышына тікпейсіздер. Бұрыштары осылай қалып қояды мінекейіңіз. Бұрыштары осылай қалып қояды міне. Бұрыш болып қалып қояды. Мінекей, мына жерде де сондай. Енді келесісін тігеміз. Оны да дәл сондай тәсілмен тігіп шығасыздар. Әр қайсыны осылай мына шетін айқастырып отырасыздар. Мынандай бұрышпен тігесіздер. Бір көрсетіп шығайын, сіздерге айтпесе көйтірандай әр қайсын тігіп отыра берсе, уже біраз уақыттарыңызды алып қоямын. Сондықтан енді мінекей мына жердің бұрышын айқастырдым, бұрышын біріне-бірін келтірдім. Сөйтесіздер де инені мына шетке қоясыздар. Араға инені қоясыздар. Тап осы жерге қоясыздар. Мынандай жер ашық қалу керек, мына. Осы жер ашық қалу керек. Бұл мата велюр болғаннан кейін жылшып кете береді. Сондықтан бұның тігуі сәл қиынға түседі. Доп тігу өте оңай деп айта алмаймын. Еңбек талап етеді әрине. Сондықтан дәл жаңа айтқан нүктеге қоясыздар инені. Осы арадан бастайсыздар. Міне. Кері бір қайтарып тігіп өтесіздер. Бір рет қана тігетіндерде кездесетін шығар. Бір рет қана тігіп өтуге де болады. Бірақ енді бұл бала ойнайтын доп болғаннан кейін мен просто өзім для страховки 2 рет қайтара тігем, 2 қайтара тігем. Қаншыққа мен бұл
ойын баласы ғой, тебет аяғымен. Үстіне міне жатады дегендей бала. Сол кезде сөгіліп кетпес үшін осылай жасаймын. Міне осындай болды. Мінекейіңіз, мына шеттерін осылай келтірдік. Енді осыны былай тігесіздер. Жерге қойып көрсетейін. Мына екеуін тігесіздер. Қайтарып тіккен кезде міндетті түрде алды артыға бір қайтарып тігіп жіберіңіздер, өйткені сөгіліп кетпесін. Мынандай болды. Енді мынаны тігеміз, былай тігеміз. Мынаны былай тігесіздер, мынаған былай айқастырасыздар. Мынандай болды. Енді мына шетін тігеміз. Мына шетін. Бұда мына шетінен тігеміз. Мынадан былай тігеміз. Осындай болды. Енді шеттеріне, барлық жеріне ақтық қойып шығамыз. Мына ақтардың мына шетінен барлығын былай тігіп шығамыз. Мыналардың барлығын осы бұрыштарына тігіп шығасыздар. Бұл жерде де дәл сондай тәсілмен тігесіздер. Андай тігесіздер. Мына шетінен, мына шетіне дейін тігесіздер. Мына осындай болды. Енді мына шеттеріне көктерді қоямыз. Мына осылай болады. Бұл доттың бір жақ бөлігі болып есептеледі. 6 бұрыштан 10 кетеді, 5 бұрыштан 6 штук кетеді. Осыны бір тігіп аласыз. Бұл жерде енді мына былай тігесіздер. Бұл жерде барлығын мынадан былай тігіп аласыздар. Мыналарды біріктіріп тігіп аласыздар. Былай. Сосын былай біріктіріп тігіп аласыздар. Мына көктің барлығын аққа тігіп өтесіздер. Бұл доптың бір жақ беті. Осындай болады. Дәл осы тәсілмен екінші жағын тігесіздер. Сосын біріктіріп, айналдырып тігеміз. Іші мынандай болады. Артық жіптің бәрін алып тастап отырыңыз. Іші осындай болады. Енді екінші бетін қойып көрсетейін. Екінші бетінде дәл сондай тәсілмен қоясыздар. Осыны да дәл жағындай тәсілмен шетінің барлығын тігіп шығасыздар, біріне бірін біріктіріп. Одан кейін былай қойып шығасыздар. Мына. Одан кейін 5 ақ тігіліп шығады. 5-еуін былай қып тігіп шығасыздар. Барлығын осы тәріспен тігіп шығасыздар. Содан соң мындай көктерді қойып шығасыздар. 6 бұрыштарды. Міне осы тәсілді осыны бір тігіп шығасыздар. Міне екінші бетінде тігіп болдық. Екінші беті мынандай болды. Енді екеуін теріс қаратып тігетін боламыз. Мына ақтың үстіне көкті келтіреміз. 5 бұрышқа 6 бұрышты келтіріп тігеміз. Былай тігесіздер, міне кеңіз. Бірінші осылай бастаймыз. Өстіп, мына барлығын тігіп кете береміз. Бірінші мына ақтың үстімен көкті бастап кетеміз.
бәрін екі қайтара тігесіздер. Жектерін міндетті түрде бекітіп отырасыздар. Алды артқа қарай тігіп. Осылай бастаймыз. Енді былай кете береді. Енді жалғастырып, барлық бұрыштарын айқастырып тігіп кете бересіздер. Доп шықты. Мынандай кішкентай ғана бір жерінен ғана тесік қалдырдым. Осыны қазір халафайбер саламыз. Халафайбер маған примерно 250-300 граммдай кетеді. Бетіп алып, шетінен өстіп сала бересіздер. Енді мына шетін инемен білдіртпей тігіп жібересіздер. Міне осындай доп шықты. Балдарға ойнауға, туған күнге, бесік саларға әдемі сыйлық. Қымбат ойыншықтарыңызды, қымбат дүниелеріңізді сындырмайды, әрі жеңіл, әрі жууға да болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрине тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Серікгүл Медетбайқызы. Қош сау болыңыздар.